сабағымызды жасанды интеллектімен жасалған әңгімеге назар аударайық. Соңғы күні Алматының Қызыл көшесінде тұр екен. Үлкен плакатта қазақ кісілерінің салтанат. Енді толыққанды тәуелсіздік, еңбек пен еркіндік ерсіздік бұл адамдардың жүрегіндегі күш. Арман мен біздің тарихымыз үшін жауапкершілік деді Аян салтанатқа. Кенеттен айналадағы көрініс өзгерді. Олар қазір 1991 кітапхананың тыныштығы жоғалып, оның салтанат оларға егемендік декларациясының қаншалықты маңызды екенін түсіндірген қадамымыз болды деп сыбырлады Дана. Кенеттен олардың жанына жазды. Аян мен Дана көздерін ашқанда, олар қайтадан кітапхананың үстелінде отырды. Журнал жабық, бірақ оның беттерінен әлі де жылылық сезіліп тұрғандай. Жобаның тақырыбы енді олар үшін өмірдің мағынасы. Балалар, жаңа сендер Gemini жасанды интеллектісі бойынша жасалған әңгімені тыңдадыңдар. Бұл әңгімеден қандай ой түйдіңдер, не туралы айтылды? Еркіндік, тәуелсіздік, бостандық туралы айтылды, иә? Олай болса, бүгінгі сабақтың тақырыбын болжап көрейікші. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алуы туралы тақырып болуы мүмкін бүгінгі тақырыбымыз, иә? Жарайсыңдар. Балалар, осы сайт арқылы біз енді топқа бөлініп алайық. Бізде 3 топқа бөлінеміз, балалар. Ал балалар, осындағы аттарымыз бойынша өз тобымызға отыра қалайық. Бізде бірінші топ егемендік жаршысы тобы, екінші топ тәуелсіздік таңы тобы, үшінші топ мемлекеттік рәміздер шежіресі топқа бөліндік. Балалар, жаңа өздерің айттыңдар, біздің сабақтың тақырыбын аштыңдар, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің жариялануы. Оқулықты ашамыз, 16-шы параграф, 85-ші бет. Қазақстанның тәуелсіздік жолындағы алғашқы қадамдарын анықтап қорытындылаймыз. Өткен оқиғалармен сабақтастықты орнатып, Қазақстан тәуелсіздігінің жариялануының тарихи маңызын түсіндіреміз. Бүгінгі сабақтың видеосына назар аударыңдар. Тамыз бүлігі қандай оқиға? Тамыз бүлігінен кейін КСРО-да қандай өзгерістер орын алды? КСРО ыдырағаннан кейін саяси жағдай қалай өзгерді? Қазақстан тәуелсіздік алу жолында қандай қадамдар жасады? Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заң қашан қабылданды? Осы сұрақтарға жауап берейік. Тамыз бүлігі қандай оқиға? 1991 жылы 18-21 тамызда елде төтенше жағдайлар жөніндегі мемлекеттік комитеттің құрылғаны жарияланды. Сондай-ақ 1991 жылы 19 тамызға қараған түні КСРО президенті Михаил Горбачев демалыста жүрген жерінде биліктен кетті. Таңғы сағат 4-тен бастап Горбачевтың денсаулығына байланысты президенттік міндетін атқара алмайтыны, осыған байланысты төтенше жағдайдың 6 айға енгізілетіні мәлімденді. Правда газетінде жарық көрген кеңестік басшылықтың мәлімдемесінде 1991 жылы 8 желтоқсанда Минскіде Белоруссия, РКФСР, Украина республикаларының басшылары өзара келісіп, 1922 жылға КСРО-ны құру туралы шарттың күшін жойып, Беловеж келісіміне қол қойды. Сонымен қатар, тәуелсіз мемлекеттер одағының құрылғанын мәлімдеді. 1991 жылы 13 желтоқсанда Ашхабадта Орта Азия мен Қазақстан басшылары бас қосып, Минскіде қабылданған шешімдерді қолдайтындықтарын айтты. 1991 жылы 21 желтоқсанда Алматыда 11 мемлекеттің басшылары Алматы декларациясына қол қойып, ТМД-ның, яғни тәуелсіз мемлекеттер достастығының құрылғанын мәлімдеді. КСРО ыдырағаннан кейін саяси жағдай қалай өзгерді?
1991 жылдың желтоқсанына дейін КСРО-ның құрамында болған республикалардың бәрі өз тәуелсіздіктерін жариялады. Қазақстанда да тәуелсіздік алуға қарсы күштер белең алды. Орыс автономиясын құру немесе солтүстік облыстарды Ресейге қосу идеялары көрініс тапты. Тәуелсіздік туралы заңды қабылдауды референдумға салу талаптары алға тартылды. Қазақстан тәуелсіздік алу жолында қандай қадамдар жасады? 1991 жылы 1 желтоқсанда бүкіл халықтық сайлауда 98,78% дауыспен Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Республикасының президенті болып сайланды. 1991 жылы 10 желтоқсанда Қазақ КСР-ның атауы Қазақстан Республикасы деп өзгертіліп, жаңа сайланған президент республика сарайында салтанатты түрде ант қабылдады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заң қашан қабылданды? 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Қазақстан Республикасының конституциялық заңы қабылданды. Тәуелсіз Қазақстан демократиялық даму жолын қалаған зайырлы, әлеуметтік және құқықтық мемлекет болып құрылды. Осылайша, Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заңы қабылданғаннан кейін, еліміз тәуелсіз, демократиялық және құқықтық мемлекетке айналды. Өз территориямызды белгілеп, ішкі және сыртқы саясатымызды дербес жүргізе бастады. Балалар, жаңа сендер бүгінгі жаңа тақырыптың видеосын тыңдадыңдар. Енді мен сендерге кішкене қысқаша шолу жасап кетейін. Қазақстан Республикасының мемлекеттік егемендігі туралы декларациясы Қазақстанның тәуелсіздік жолындағы ең маңызды тарихи құжаттардың бірі. Бұл декларация 1990 жылы 25 қазан 91 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан өз тәуелсіздігін ресми түрде жариялады. КСРО-ның ыдырауы еркіндікке, демократия мен ұлттық тәуелсіздікке ұмтылған халықтардың күресінің нәтижесі болды. Бұл оқиға Қазақстан тарихындағы ең маңызды бетбұрыстардың біріне, тәуелсіздікке қол жеткізуге жол ашты. 1991 жылы 10 желтоқсан күні Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Республика сарайында салтанатты түрде ант қабылдап, Қазақстан Республикасының президенті болып сайланды. Қазақ КСР-ның атауы Қазақстан Республикасы болып өзгертілді. Қазақ елі үшін маңызды жылдар. 1991 жылы 16 желтоқсан Қазақстан тәуелсіз мемлекет ретінде өз тәуелсіздігін жариялады. 1992 жылы 4 маусымда алғаш рет Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері бекітілді. 1992 жылы 2 наурызда Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымына мүше болды. 1993 жылы 15 қарашада төл теңгеміз енгізілді. 1995 жылы 30 тамызда бүкіл халықтық референдум өткізу жолымен Конституциямыз қабылданды. Бірінші тапсырма топтық жұмыс телестудия әдісінің сендерге шартын таныстырып өтейін. Жаңалықтар жүргізушісі рөлін аласыңдар. Топтар Қазақстанның тәуелсіздік жолындағы алғашқы қадамдарына байланысты берілген тапсырма бойынша оқулықтағы мәліметтерге сүйеніп 2-3 минуттық жаңалық репортажын дайындайсыңдар. Қане 3 топтың топбасшылары келіп, мына жерден тапсырмаларды ала қойыңдар. Тәуелсіздік таңы, егемендік жаршысы, мемлекеттік рәміздер. Алла, мына тапсырма бойынша, мысалы сендерге шат етіп еден қарауларыңа болады, кітаптан мәлімет іздеулеріңе болады, дәптерлеріңе қысқаша жазып алуларыңа болады, жазып аласыңдар. Егемендік жаршы столына 1990 жылғы Қазақ КСР-ның
туралы репортаж дайындау керек. Ал екінші топ тәуелсіздік таңы тобы 1991 жылғы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі туралы конституциялық заңның қабылдануы мен оның тарихи маңызы туралы репортаж дайындайсыңдар. Ал бізде мемлекеттік рәміздер тобы 1992 жылғы Қазақстанның мемлекеттік рәміздерінің қабылдануы туралы репортаж дайындайсыңдар. Қане балалар, болдыңдар ма? Жарайсыңдар. Біздің топқа 1992 жылы Қазақстанның мемлекеттік рәміздерінің қабылдану туралы репортаж дайындауымыз керек болған. Қайырлы күн, ардақты сыныптастар. Бүгін тәуелсіз Қазақстан тарихындағы тағы бір ерекше тағылымды күн. 1992 жылғы 4 маусымда еліміздің мемлекеттік туы, елтаңбасы және әнұраны ресми түрде қабылданды. Бұл күн еліміздің нақты айғағы, халқымыздың рухани қайта жаңғыруының белгісі ретінде есте қалды. Мемлекеттік әнұран алғаш рет 1992 жылы 11 желтоқсанда ресми түрде бекітілді. Жақсы. Мемлекеттік туп автор Шәкен Ниязбеков, мазмұны көк түс, бейбітшілік пен ашық аспан түркі халықтарының дәстүрлі түсі. Ортасындағы алтын күн мен қыран құс ерекшелікпен болашаққа ұмтылыстың белгісі. Ұлттық өрнек қазақ халықтарының мәдениет тереңдігін білдіреді. Мемлекеттік елтаңба авторы Жандарбек Мәрібеков пен Шотаман Уәлиханов. Шаңырақ бірлік пен отбасы ұғымының символы. Уықтар мен керегелер халықтың тұтастығын бейнелейді. Қанатты тұлпар еркіндік пен болашаққа ұмтылыс, жұлдыз жарқын болашаққа сенім. Қазақстан жазуы елдің ресми аты мен мемлекеттік мақтанышы. Мемлекеттік әнұранын сөзін жазғандар Жұмекен Нәжімеденов, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, әнін жазғандар Шәмші Қалдаяқов. Жақсы, керемет, жарайсыңдар. Жақсы, орындарына отыра қойыңдар. Біздің тобымызға 1991 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі туралы конституциялық заңның қабылдануы мен оның тарихи маңызы туралы репортаж дайындау түсті. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, сіздермен бірге арнайы жаңалықтар шығарылма. Бүгін халқымыз үшін ұлы күн. Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіздігін ресми түрде жариялады. 1991 жылы 16 желтоқсанда Жоғарғы кеңес Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заң қабылданды. Бұл тарихта бұрын-соңды болмаған, халқымыз ғасырлар бойы аңсап егемендікке қол жеткізген сәт. Осы репортажда біз бұл заңның қабылдануына себеп болған саяси жағдайды, заңның мазмұнын және оның ел тағдырындағы тарихи рөлін саралаймыз. Қазақстан тәуелсіз демократиялық және құқықтық мемлекет. Халық биліктің жалғыз көзі. Қазақстан өз аумағындағы барлық байлыққа, жерге, ауа кеңістігіне, су мен ресурстарға толық иелік етеді. Бұл конституциялық заң Қазақстан мемлекеттілігінің іргетасы. Ол мемлекеттік басқару жүйесін қайта құруға, тәуелсіз экономика мен ұлттық валютаны енгізуге, дипломатиялық қатынастар орнатуға, мемлекеттік рәсімде ту, елтаңба, әнұран бекітуге, жаңа конституция жазуға жол ашты. Қысқасы, бұл заң Қазақстан Республикасының дүниеге келуі туралы ресми акт. Жақсы. Бүгінгі күн ата-бабаларымыздың арманын орындаған күн. Осы заң ғасырлар бойы бодандықта болған қазақ халқының еркіндік шыққан әлемге жарияланған сәт. Бұл заң тарихи әділеттікті қалпына келтіреді, халықтың ұлттық санын қайтады, жаңа ұрпаққа егемендік елде өмір сүруге мүмкіндік береді. Бұл заң тек құқықтық акт емес, ұлттық рухани жаңғыру. Ол Қазақстан тарихының ең маңызды құжаттарынан бірі. Бұл біздің азаматтық нысанның мәңгілік елдің бастауы. Жақсы, керемет, жарайсыңдар. Отыра қойыңдар. Біздің топтың шарты 1990 жылғы Қазақ КСР-ның мемлекеттік егемендігі туралы декларацияның қабылдануы туралы репортаж. Армысыздар, қадірлі көрермендер.
Бүгін қазақ елінің тарихындағы аса маңызды күн. 1990 жылғы 25 қазанда Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының жоғарғы кеңесі Қазақ КСР-ның мемлекеттік егемендігі туралы декларацияны қабылдануы. Бұл тарихи құжат болашақ тәуелсіздіктің алғашқы ресми қадамы болды. Бүгінгі репортажымыздың осы декларацияның қабылдануына себеп болған жағдайларды, оның мазмұны мен маңызын, сондай-ақ егемендігі жолындағы рөлін саралап көрмекпіз. Жоғарғы кеңесте қабылданған бұл декларацияда Қазақ КСР-ның өз аумағында жоғарғы билікке ие екендігі, табиғи ресурстардың иесі екендігі және ішкі-сыртқы саяси дербес жүргізуге құқығы бар екендігі атап көрсетілді. Құжатта мынадай негізгі идеялар айқындалды. Мемлекеттік егемендік туралы ұғым алғаш рет заңды түрде бекітілді. Республиканың кеңес конституциясы мен заңдарында одақ заңдарынан үстем екені жарияланды. Азаматтық тіл, дін, меншік құқығы сияқты негізгі құқықтар қорғалды. Қазақстан ядролық қарусыз мемлекет болып ұмтылатыны айтылды. Бұл декларация жай ғана қағаз жүзіндегі құжат емес. Ол болашақ тәуелсіз Қазақстан іргетасы. Егемендік туралы алғашқы ресми мәлімдеме ретінде ол Қазақстанның саяси сана сезімін оятты. Тәуелсіз конституция қабылдауға жол ашты. 1991 жылы 16 желтоқсанда жарияланған Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін заңды және саяси жағынан дайындап берді. Бұл құжат Қазақстан халқы өзі шешім таңдауға қабілетті екенін көрсетеді. Декларация қабылданса, Қазақстанның тәуелсіздігі де кешеуілдеуі немесе қиындықпен жүзеге асуы мүмкін еді. Бұл тәуелсіздік шежіресіндегі алтын әріппен жазылатын тарихи шешім. Бүгінгі репортажымызда біз 1990 жылғы Қазақ КСР-ның мемлекеттік егемендігі туралы декларацияның мәні мен маңызы шолып өттік. Бұл біздің тарихымыз, елдігіміздің бастауы, еліміздің азаттығы мен бірлігі баянды болсын. Жақсы, керемет. Керемет репортаж дайындапсыңдар балалар, рахмет сендерге. Отыра қойыңдар. Балалар, бізде келесі тапсырма тарихи сабақтастық пешбоун әдісі бойынша 3 топ тапсырма орындаймыз. Қане ала қойыңдар келіп. Тапсырмаларды алыңдар ма? Қазақ жастарының ұлттық намысын қорғау, әділетсіздікке қарсы шыққан көтеріліс, тәуелсіздік туралы сана қалыптасты. Білім, ғылым, тіл мәселесін көтердім. Қазақтың тұңғыш ұлттық саяси ұйымы 1917 жылы алаш қозғалысы, елдің тәуелсіздігі мен дербес мемлекет құру тәуелсіз идеясын бастауы. 1991 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін алды. Жақсы, керемет. Мұрат Мекран. Бізде келесі топ қорғайды. 1986 жылы желтоқсан оқиғасы. Кеңестік жүйеге қарсы жастардың саяси қарсылығы ұлттық рухтың оянымы. Ұлттық тәуелсіздікке ұшыраған жастардың әділеттікке қарсы көтерілісі болуы. 1917 жылы алаш қозғалысы 20 ғасыр басында ұлттық автономия мен мемлекеттік идеясын ұсынды. 1917 жылы алаш қозғалысы қазақ халқының ұлттық тәуелсіздігі мен мемлекеттілігін қалпына келтіруді мақсат еткен саяси қозғалыс. Қазақстан Республикасы 1991 жылы тәуелсіздігін алды. Жақсы. Жаңғайсыңдар олар, керемет. 1986 жылы желтоқсан оқиғасы. Қазақ ұлтының намысын қорғау. Кеңестік жүйеге наразылық тәуелсіздікке жол ашты.
1986 жыл желтоқсан оқиғасы ұлтжандылық пен еркіндік рухы кейінгі ұрпаққа үлгі болды. 1917 жылы алаш қозғалысы. Алаш үкіметі құрылды, қазақ халқының сана сезімі оянды. 1917 жылы алаш қозғалысы. Ұлт мүддесін қорғау жолындағы алғашқы саяси күрес. Қазақстан Республикасының 1991 жылы өз тәуелсіздігін алды. Жарайды, керемет балалар. Тамаша деп дайындапсыңдар. Отыра қойыңдар. Жұмыс немесе жеке жұмыс деп айтамыз. Бортпал платформасында жасалған тапсырманы орындаймыз. Тамаша. Жалғастырамыз. Тартамыз. Тартамыз жоғарыдан тартамыз. 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 Бұраймыз. 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 Жарайсыздар. жеке жұмыс, имитация әдісі деп аталады. Сендер бұнда 1991 жылы тамыздағы Қазақстан Коммунистік партиясы орталық комитетінің пленумында президент Назарбаев партиядан бас тартты. Оқушы өзін сол жерде орынды отырғандығын елестетіп, адал азамат құндылықтарын қолдана отырып, патриотизм, жауапкершілік, адалдық, әділдік туралы шағын бір екі сөйлемнен тұратын эссе жазасыңдар. Менің елімнің қазақ нағыз патриоты болуға тырысамын. Қазақстанның дамуын үлес қосу үшін адал еңбек етіп, білім алып, өзімді үнемі жеткізуге тырысамын. Әрбір әрекетінде адалдық, әділдік. Егер мен сол жерде отырсам, ішкі толқуды сезіне отырып, бұл шешімді патриоттық рухпен қолдар едім. Мен сол пленумда болсам, халық тағдырын шешетін ауыр әрі жауапты сәттің куәсі болар едім. 1991 жылдың тамызы ел күйреп бара жатқан кеңестік жүйенің соңғы тұстары. Партиядан бас тарту. Өткенімен қоштасу ғана емес, жаңа болашаққа жол ашу. Егер мен сол пленумда болсам, бұл шешімді адал азаматтық жүрегіммен қабылдап, тәуелсіздікке сеніммен қадар басар едім. Керемет. Мен сол пленумда болсам, тәуелсіз Қазақстанның еркін, білімді, белсенді және жауапты азаматы ретінде елімнің жарқын болашағы үшін аянбай еңбек етуге дайынмын деп айтар едім. Тамаша.
Егер мен сол пленумда болсам, мен адалдық пен әділдік жолын таңдар едім. Болашағым үшін емес, елімнің келешегі үшін шешім қабылдар едім. Керемет. Мен сол пленумда болсам, тәуелсіз Қазақстанның азаматы ретінде мен өз елімнің өткені мен болашағы үшін жауапты екенімді түсінемін. Егемендігіміз ата-бабаларымыздың арманы, ал бүгінгі бейбіт өмір сол арманның жүзеге асқан бейнесі деріз. Тамаша. Егер мен сол пленумда болсам, бұл тапсырма арқылы мен өткеннің маңызын түсінер едім. Әрбір шешімнің артында үлкен жауапкершілік тұрады. Адал азамат болу үшін тек сөзбен емес, іспен дәлелденеді дер едім. Керемет. Ол сәтте мен Назарбаевтың шешімін тыңдай отырып, оның бойынан нағыз адал азаматтың бейнесін көрер едім. Ол халықтың мүддесін бәрінен биік қойып, өз мансабын емес, елдің ертеңін ойлады. Бұл патриотизмнің жарқын көрінісі. Тамаша. Мен сол пленумда отырып, өз-өзіме бұл шешім елімізді қандай жолмен алып барады деген сұрақ қойған болар едім. Бірақ дәл сол сәтте мен әділеттің орнайтынына, халықтың сөзін естілетініне, жаңа тәуелсіз Қазақстанның іргетасы қаланып жатқанын түсінер едім. Бұл әділеттік пен жауапкершілік рухындағы сәт еді. Тамаша. Жарайсыңдар болар. Бізде енді бүгінгі сабақ бойынша мына параққа рефлексия, кері байланыс жасаңдар. Егер бұл сабақ сендерге ұнаған болса, жасылға белгі бере қоясыңдар. Егер бұл сабақта сендерге кедергі берген болса, X белгісін қоясыңдар ортасына. Егер әлі де сабаққа өзгерту кіргізу керек болса, сарыға белгі қоясыңдар. Ал кері байланыс жасап жатқаны бір түсіріп. Сендердің ойларыңша тәуелсіздік бір сөзбен сипаттайық. Тәуелсіз, әділетті, уайымсыз, егеменді. Лайықты, Сенімді, іргетасы қаланған, зайырлы, демократиялы, ізетті, Көрнекті. Мемлекет, жарайсыңдар. Отырамыз. Енді ұйтасыңдар. Балалар, сендер бүгінгі сабаққа өте тамаша қатыстыңдар. Енді олай болса, бізде бүгінгі соңғы тапсырма үйге Қазақстан тәуелсіздік жолында тақырыбына 4-5 слайдтық презентация жасап келесіңдер. Дәптерлеріне, күнделіктеріне белгілеп алыңдар тапсырмасын.